Сүзбелі запеканка жасаймыз. Алдымен сүзбеге ванилин қосамыз. Жұмыртқа қосамыз. Жұмсақ сары майды салып, массаны блендердің көмегімен толықтай біркелкі етіп өткізіп шығамыз. Массада ұсақ түйіршіктер болмауы керек. Үстіне сүт құямыз. Қант саламыз, жақсылап массаны араластырамыз. Манный крупа қосамыз. Манный крупа 15 минут ісіну үшін жақсылап араластырып қоя тұрамыз. 15 минуттен кейін 20 сантиметрлік формаға жұмыртқаның тек сарысын жағып, 200 градуста 35 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің запеканкамыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін.